Ассалаумағалейкум қазақ елі. Анда-санда Түркияда бір саяси партиялардың жындары ұстап қалғанда осылай шығып тұрады. Осылай бір жерлер қышынғанда осылай шығып демонстрация жасап тұрады. Білмеймін, бұл қандай партия. Қысқасы қышу қанғанда осылай шығып тұрады. Білмеймін, коммунистер ма, кім екен. Бірақ көрдіңдер ма, жастар шығапты, осылай айқайлайды, жүреді көшеде. Полиция ешкім тиіспейді. Осыны сөз бостандық дейді. Қазақтарда ондай жоқ. Қазақтар бұлай орыс секілді болып қалғанда. Ойбай, шықпа, бәлесіне қаласын. Өз ойынды айтуға, бұрын күлуші едік, холоп, құл, крепостной деп орыстарға. Қазір Қазақстанда қазақтар өкінішке орай Ресейге қосылғалы. Білесіздер, 2023 жылы Тоқаев қол қойды. Ортақ союздық мемлекет болды Қазақстан, өкінішке орай.